қоясыз, сразу сауда басталып кетеді. Сол минут секундта. Сол ғой. Сол енді осы логистикада айтып отқанымыз. Мынаның іші бәрі холодильник камералар ма? Холодильник камера осы үшеуі, қалғандарын бәрі складқа алып қойды адамдар. Ана біреу онда камера болуға дайын ғой бұл? Дайын. Сэндвич панельден істелген ба сонда? Иә. Айтып жатырмын ғой, сіз биржаға толық дайын екенсіз уже. Дайын. Иә, Ғабеке солай. Техникалық базасы дайын ғой. Жоқ, мынау әдемі, мен қайран қалып тұрмын қазір. Вагон тұр, тем более вагонның ішінде навес тұр. Жабық. Екінші көлік жүктемесі бойынша Тамерлан тасжолы, А2 тасжолында өте үлкен жүк көліктерінің жүктемесі көп. Білесіздер. Мысалы, қалай жүк көлік жүріп жатыр? Ол жерде знак бар емес пе? Тыйым салынған жүк көліктер. Знактар бар, но бірақ Теміртау тасжолында. Ана Әл-Фараби тасжолында олар бар. Жүк көліктерін реттейді ғой. Автомобиль жолдары Ролан бар ғой өзіміз басқарма басшысы. Сол реттейді. Бірақ сол жерге знак қойған. Ол енді знак тұрғанда заңды. Анау, то есть базарға кіріп шығуға рұқсат деген ол жерде особо қатты бір не жоқ. Шектеу жоқ. Бірақ негізгі қаланың дамуына алғанда, қаланың мынау қыс кезінде, особенно қазір сентябрьден бастап оқу жылы басталғаннан келесі қыста білесіз, күн тез батады, пробка деген өте көп болады. Сол жүктемені азайту барысында мына осы көше өте негізі ыңғайлы ғой. Үлкен жүк көліктерінің кіріп шығуына. Қалай шығамыз? Былай шығамыз ба? Былай шығақ жүріңіздер. Сабира ханым, біз былай қарай кеттік. Жақсы, мен мынаған ырза болып тұрмын. Не қылдайсыз? Жалпы аумағы 15 гектар. Не қылдайсыз? Айтыңыз. Жалпы аумағы 15 гектар. Бұл Food City логистикалық көтерме жүк аймағы деп айтсақ болады. Және оптовый розычный сауда бойынша да екі қақпасы бар. Барлық өрт сөндіру жаңағы нелері қарастырылған. Даже НГПС дейді, негосударственная пожарная служба деген, олардың да қызметтерін қойып қойғанбыз. Ана бір машина тұрған соң? Барлық талаптар, қандай талаптар бар, соның барлығын ұйымдастырылған. Бұл не ол? Бұл тоже қоймалар, қазіргі уақытта құрылыстары біткен. Міне оператор темір жол бар ма? Мен сізге көрсетейді сол жағын. Сол жаққа баратырмыз, мен асығатырмын ғой. Мынау қаланың жолдың үлкен жүк көліктері болғаннан кейін күтіп тұра алмайды ғой, пробка создавать етіп. Осы қақпадан кіріп, прямо былай қарай өтіп кетіп, үлкен алқап бар мына жақта. Фура стоянкалар. Сол жақта барлық жаңағы жүктерді бір-біріне тиеп қойып, үлкен жүк көліктер артуына жақсы қолайлы жағдай жасалған. Жаңа айтып отырмын ғой, барлық кемшіліктерді болдырмау мақсатында барлық жағдайларды қарастырылған. Алла разы болсын, жұмыс бірталай істепсіздер ғой. Енді бұл жерге мына жерге қанша ақша салғансыздар? 2,5 миллиард теңгедей ақша құйылды ғой. Бұл толық бір жылдың ішінде 5 миллион доллар кетті ме сонда? Кем дегенде? Кетті ғой. Бұл ақша кетті ғой. Мынау жердің барлығы қайтадан екі қабатты асфальт тасжол төселді. Мынау жарықтандыру, автоматизация, видео бақылау, жаңағы үлкен залдың ішін толық күрделі құрылыс жұмыстарын жүргізу барлығын өткіздік қой. Үлкен ауқымды жұмыс болды ғой, бір жыл. Капитально әдемі істепсіздер. Капитально. Жол белгілерінде сызып, уже қазірдің өзінде мынандай складтар пайдалануға берілген. Халық жұмыс істеп жатыр. Осы жағынан былай қарай 15 гектар. Анау не ол котельный? Ол қандай котель? Ол котельный екінші этапта. Қазір тағы да реконструкция жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол жақ арғарай тағы да. Мынау Айжанның макарон кісі ме? Сол ғой. Мен кетіп түсірген тұрмын. Мадина макарон заводы. Болды. Бұлар сол. Мына жағы толық екінші этапта күрделі құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Шарбақты көрдіңіз бе? Иә. Сол ограждениеден арғарай толық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ар жағы да сіздердікі ме? Ар жағы да біздікі, 15 гектар дегеніңіз яғни сол. Мына базардың өзіне қазір қанша гектар? Қазір бірінші этапта 8 гектар уже толық күрделі жөнді жұмыстардан өтіп, дайын толық жұмыс істеуге. Мынау мұнай нелер цистерналар кімдердікі? Ол енді айтып жатырық қой. Сіздердікі ме? Бұрынғы кезде басқа мекеме болған? Жоқ, су сақтау резервуарлары болған ғой. Олардың барлығы. Мына жақта сіздердікі ме? Бұл жақта біздікі. Айжантта айналыпсыздар ғой жан-жағынан. Енді жердің бөлгенде жер телімі дейді, соған байланысты бөлінген жерлер. Бұл жерде де қазір үлкен картошка сақтайтын үлкен қоймалар болып жатыр.
Ой, сіздер биржаға кәдімгідей дайын екенсіздер негізі. Соның күрделі құрылыс жұмыстарына жүріп жатыр ғой жағында. Мынау жаңағы үлкен өрт сөндіру насосына прямой суды осыны башнядан беріледі. Бұл да сіздердің башня ма? Иә, біз өзіміз қаздырып, соны қойғанбыз. Свежий көрінді. Толық СЭС-тің қандай талаптары 60 тонна ма қанша? 20 тонна. 20 тонна ма? Оны мына жағында ең шетте жаңағы арнайы қоқыс, осы базардан шыққан қоқыстарды сақтайтын полигонды көрдіңіз ба? Көрдім. Соны жасақтағанбыз. Мыналар кімдер ол ар жағыңыздағы? Ол жақтар мына жерде міне темір жол бар ғой, соның ар жағында бөлек осындай жеке кәсіпкерлердің. Ол не істейді олар? Объектілері ғой. Ол жерде түрлі заттар, темір жолмен келетін основной ауыр заттар бар ғой, кафель, темір, арматура. Оның барлығы сол жақпен өтіп жатыр. Шектеулі өндіріс аймақтарыңыз бар екен, Құдырбек. Иә, мына үлкен ғой. Осы бірінші этабын былай қарасаңыз, осы жағы бітті. Мынау екінші этапта қазір толық жұмыстар жүріп жатыр. Сондықтан қауіпсіздік мәселесі бойынша бұл жақтың барлығын ограждение қойып жауып тастағанбыз. Енді айдаладағы бір кішкентай базарға тығылып не қылады кәсіпкерлер? Келмейсіздер ме, осындай кең жер бар екен? Істемейсіздер ме, көшпейсіздер ме, не бар? Вай. Бізде неге Шымкентте мынадай бір базар жаппайынша екінші базар ашылмайды? Ол енді қоғамдық сана шығар. Себебі ол жерде үйреніп қалған ба? Иә, базар комда да қатты кінәлауға болмайтын шығар, жібермей жатыр деп. Себебі әр адамның өз, тем более қазір заң мен тәртіп президентіміз айтып отқан қоғамда жалпы ешкімнен қорқпайды деп ойлаймын. Ол енді просто мынандай қағидат бар ғой кәсіпкерде. Анау бармаса, мен бармасам сауда болмайды. Сауда болмағасын ана жақта атым шығып қайтып келсем, базар ком маған дұрыс көз қараспен қарамайды деп, одан да аш құлақтан тыныш құлақ деп сапылдап қазақшылыққа салынып жүреді. Біздің қоғамда сана оянбаған ғой. Алдындағы бір күндік газеліндегі 5 тонна помидорын сатып, соның ақшасын алса болды. Бірақ оның екінші жағы да бар. Қоғамда қазір кредит бар, түрлі төлемдер бар. Ол адамда ерігіп жүрген жоқ негізі базарда да. Күн ыстық, сол бала шағаны асырау керек, оқыту керек. Сол вопрос бойынша, әлеуметтік вопрос бойынша содан шығамайды ғой. Ал егер басы қосылып келсе, әрине бәрі де жақсы жерде тұрғысы келеді. Анау неге жаңа киім сататын базарлар істемейді десе, бәрі айтады, анау Автонұрда қырғызға ғана таласамыз дейді. Егер солар болса, базар саудасы жүреді, болмаса болмайды дейді, сол ма? Ол енді базардың философиясы деген үлкен терең нәрсе. Базардың көркі бірінші товар мен адам ғой. Және товардың качествосы, бағасы бар. Егер көтерме бағада ең төменгі баға болса, ол барлық жерде базар жүреді. Оған да байланысты. Сондықтан ол критериялары өте көп. Ол былай қарапайым түсінік, ол бекер да? Әрине ол... Жаңағы біз былай деп жүрміз ғой, мысалы тұрғындардың түсінуі. Қырғыздар болмаса, Автовик қырғыздар. Автонұр базар болмайды. Автонұр базар болмаса, сауда болмайды. Сауда болмаса, пайда болмайды. Пайда болмаса, талғат депутат болмайды дейді. Қырғыздар былай ғой. Біз уақытында көргенбіз. Қырғыздың киімінде тік көрейік деп. Бізде электричество қымбат қой. Қазақстанда. Қырғызстаннан қымбат па? Әрине, 50 есе қымбат деп айтсам болады. Қырғызстанда 1 теңге или 2 теңге. Кәсіпкерлікке қанша қазір киловаты? 48 теңге болу керек. Сіздер қайта тұрғындардың арзан екен, қазір 100 теңгеге дейін шығып кетті тұрғындар. Білесіз бе, кем дегенде 70 теңге. Сондай болыпты ғой қазір. Ана 90 киловатт деп қойғанда, 90 киловатт кондиционер қосып қойсаңыз, 3-ақ күнде тойлады ғой 90 киловаттыңыз. 3 күннен кейін давай ура, 60, 70, 80, 90 повышенный деген бар. Орта есеппен санағанда кейбіреулер 100 теңге шығып жатыр. Өткенде мен анау ыстықтан өліп жатқан, мезгілсіз қайтыс болып жатқан адамдар тақырыбы бойынша түсірген ғой. Сонда бейшара адамдарды барып түсірсем, қарапайым жаңағы шарасыз жүрген азаматтар. Үйлерінде кондиционер не қоймаймын десе, айтады, тоқтың бағасы ұрып тұр ғой дейді. Түсініп жатсыз ба? Олар кондиционерсіз ыстықта тығылып қиналып отырған жақсы чем ақша төлегенше. Енді қайтеміз, олигополия деген мықты болып кетті ғой, қайта оны құртамыз деп президентіміз бір жағынан күшейтіп жіберді ма деп. Оны көрдік, түсірдік қазір. Иә. Еңбектер рахат болсын. Тағы не бар, Ғабеке, қосарыңыз? Қосарымыз, сөз соңында айтарымыз, базар дайын, 100%. Иә. Толық әкімшіліктің жылдар бойы жырлап келатқан модернизация деген вопростан толық құтылған. Бұл базарды сайда. Қалада яғни 100% модернизациядан өткен базардың бір ретінде сіздерді айтуға болады?
сол болады 200%-ке болады бақытжан. 200%. 100-ден артық процент жоқ қой. Енді меншелеп айтқанда, орманы башылап айтқанда 200% деп айта беріңіз. Жарайды. одан кейін Базардың зардабын көрген адаммын ғой мен. Иә. Өйткені сол базардан сауда жасаған уақытында айттым ғой, 30 жыл осы алма кәсібімен айналсам деп. Сондықтан мен Неге базар осындай болмайды деп ойлап жүргеніңіз өзіңіз істеп жібердіңіз бе? Иә, содан кейін істеп жіберді осылай. Алланың бұйыртқаны ғой. Жоқ, мен бірінші рет көріп тұрмын, базардың ішінде темір жол тупик болған. Керемет емес пе? Керемет. О, ішіне машина кіріп тұрған деп қойсаңызшы. Иә. Жүк көліктері ғой енді сол. Жақсы, жақсы. Сол. Ал енді түйінге жіберіңіз, Сабира ханым. Сіз енді Шымкенттің бизнес-вуменісіз ғой. Енді түйін дегенде есік ашық халқыма. Өзім халқыма үндеу жасап қоямын, анда-санда сондай әдетім бар, жазатыным бар кішкене. Өлең жазатыным бар. Арасында халқым батыр қыздарың шықты алдарыңа дейтінім бар. Батыр қыздарыңыз дайын, халқым қабылдауға. Базар дайын. Енді қайта-қайта мақтай бергенде шығады, келіп көзбен көріп, осы жерге келіп сауда жасасын. Автобус келе ме бұл жерге? Келеді. Нешінші маршрут? 44. Қай жақтан шығады ол? 44 Айна базардан шығады. Сөйтіп толық мына Таскенді аралап тұрып, ең конечный остановка біздің осы. Яғни микрорайондағылар келе алады ғой? Келе алады. 65 ана жерге келеді екен, екі не. 65-ші автобус деген бар екен ғой, немен келеді, жібек жолымен. Жібек жолымен өтіп кетеді ме? Иә, мына отырардан шығады, отырар микрорайоны. Иә, 44 енді болашақта енді автобустар жүреді ғой, құдай қаласа. Ашылғанымызға бір айдан енді асты. Алла берсе. Сол іске сәт деп өзіңе рахмет үлкен. Мен жаңағы кеп танысып, сондай базар ашылыпты, жүріп жатыр ма, жүрмей жатыр ма деп қазақтың бір жанашыр азаматсың ғой өзің. Сондықтан үлкен рахмет. Мінекей әділдіктің жолында жүрген азаматсың, өзіміздің елімізді, жерімізді қорғап деген сияқты. Иә, сол үлкен рахмет. Жаңа тағы да айтам, үкіметке қарсы шығуға болмайды, үкіметтің талабына сай базар ашты деп өзіміз солай есептеймін. Иә, үкіметтің талабына сай. Өзі айтылып жатыр ғой, неше жылдан бері 22-ден басталды ма модернизация деген. Сол енді соған өте барлық жағы сай, талапқа сай базарымыз дайын. Рахмет, Алла разы болсын. Мен енді былай ғой, Сабира ханым, жаңағы сіздердің бизнесті бастап жүргізудегі процесінде сіздерге қарсы болып жатқан әділетсіздік іс-әрекеттерді де көріп тұрмын өзге жақтан. Сондықтан олар бойынша әрине мен қалдырмаймын. Министр болса министрге апарамын. Керек болса ол министрде құрысын, басқа бір министр келе береді. Бұл әділетсіздік болмау керек. Барлық жерде кәсіпкерлік тең құқылы жұмыс істеу керек. Ал кімнің мүмкіндігін шектеп жатқан болса, олар жауапқа тартылып, олардың қайта бизнесін шектеп тастауға болады. Мен өзім ойымда. Барлығы әділетті, таза, теңдей жұмыс істеу керек қой, ешкімді қызғану керек емес. Ол бір адам байысын деп отыра берсек, Назарбаев ұстап отыра бермейтін бе до конца? Шығып кеткенше. Дұрыс айттыңыз. Сондықтан бәр байысын, қазақтың бәрінің байыған абзал. Тек қана бір адам емес. Елім, жұртым, қазағым байысын деп аштық қой осыны. Рахмет, рахмет. Жасым келіп қалды, жасым келгенде қарамадым. Тем более мынандай заманауи ашып отыр біз. Бұл кәсіпкер деген оңай шаруа емес негізі. Енді бәріне бұйыра бермейді ғой. Қыстың, жаздың өзінің ерекшеліктері болады. Оңай емес, базарда адамдар. Демалыс жоқ. Алда қыс келе жатыр, иә, оны еще банкротын айтсаңшы. Іші удай жатып үйінде ауырып қалатын. Дұрыс. Қыста дірдектеп таңғы сағат 6-та базарға келу деген қандай азап. Дұрыс, оңай. Жағдай жоқ. Мына қараңызшы, жаз. Көлеңке қазір 40 градустан. Көлеңке, мына кондиционердің барлығы істеп тұр. Жоқ, бұл салқын, рахат. Иә, ауа ауысып тұр, рахат та. Қыста келесің, мына қақпалар жабылады. Сквозняк ана терезелерден ашылғаннан ұрып тұрмайсың. Әдемі болып. Одан да ұрады, қыстың кезін қараңыз. Таңғы сағат 6-7-те келдің, қақпалар ашылды, мыналар жылу істеп тұр. Рахаттанып, дірдектемей кеп, өз саудаңыз. Жарық. Кешкі уақытта көп базарларда жүресіз, свет жоқ. Биде фонарьтың жарығымен жүр. Жап-жарық. Рахаттанып тұрды, затыңды сата берсейші. Алдыңа жаңа айттым ғой. Жеке кәсіпкер, жеке тұтынушы мәшкесін мияқ қойды. Арбамен тасиды. Миың тыныш, саудаңды жасада рахаттанып отыршы. Еще тарифтері өте төмен болады. Мысалы, фура, мысалы, ары кеткенде 25-30 мың теңгеден аспау керек. КамАЗ 10 мың теңгеден аспау керек. Газель деген 3 мың теңгеден аспау керек. Білмеймін, мен түсінбедім, бұл халыққа қалай айту керек. Қалған ақшан қалтаңа салып бала шағың қарсы артылып баратса. Енді Қабике былай ғой. Негізі жаңа сіз айтпадыңыз, барлық сөзден не қылып кеттіңіз да. Тайып.
болашақта мен қазір министрлікке бәріне барып талап етемін де, ана базар мына базарға ақша беріп жатыр екен, мына базар емес жаңағы әкімшілікке болсын, налогыға болсын пәрі береді деп те. Мүмкін бәрібір төтенше жағдайға да беретін шығар. Мүмкін. Бәрі мүмкін. Санэпидемстанцияға да беретін шығар. Бәрі мүмкін. Сотқа беріп жүрмесін олар. Жоқ, сіздер ешкімді атын айтып жатқан жоқпыз ғой, жалпылама айтып жатырмыз. Сондықтан. Біз сотқа беріп жүрмесін дағы да деймін. Соттасып жүрмейік. Олар сотқа да беруі мүмкін бе? Мүмкін. Бәрі мүмкін, Иә, бәрі мүмкін. Сонда олар юристпен жүреді. Президент заң мен тәртіп дегені қайда қалды? Енді қазіргі президент Әлі де орындалып жатқан жоқ қой. Орындалып жатқан. Айтылуы. Өкінішке орай аслында орындалып жатқан. Президент бар, бірақ бәрі президент жаңа айтып жатыр заң мен тәртіп деп. Бірақ төменгі эшелонда или заң мен тәртіп тек билеуші тапқан ма? иә. Иә дейді. бір мәселені айтып кетпеп, бізде екінші этажда 7 бөлме не бар, гостиница бар шоферларға. Ұзақта, да, бар, дайын тұр. Ұзақтан келген душы, туалеті бар ішінде. Рабочий үш столовый бар, астында бізде шайхана бар. 7 сайдан келдің, мәшинеңді қойдың, өзің жуындың, демала шайдың, демала бер. Гостиница кәдімгі. Ол басқа базарлары жоқ қонды? Жоқ, гостиница түгіл ондай жоқ. Сандалып кетеді ғой. Олардың даже столовыйлардың жағдайын көрсеңізші олардың бар. Не қылдайсыз? Кәсіпкердің жағдайына көп біз мән береміз. Әдемі ғой. Кәсіпкердің өйткені өзіміз сол бірге жүргеннен кейін оны білеміз да. Қаншалықты әбіржіп, көбісі уже заболевание дейді ғой, ауырған базарда жүр. Мына қияң ауру дейді, артрит, аяқ қол бәрі қақсайды ғой. 80% мен қазір көріп отқан кәсіпкерлер біледі, базардың өте ауыр екен, ауыр жұмыс екен. Өте дұрыс. Базардағы болсын, басқа жерде болсын, кәсіпкер бір табысқа жеткенше қанша рет банкрот болып үлгереді? Ол енді бір Құдай біледі. Әрине енді 3-4 рет өте ме, кем дегенде? Ой, жоқ, 3-4 рет емес. Ол сезонда 3-4 рет өтесіз ба десеңші, одан да көп болмаса. Яғни ол қарызға батып тұрып қалады, тізерлейді де қайтадан істей береді ме? Қайтып тұрады, ана қарызын жабам деп қайтадан тұрады. Ол қарыздан бөлек оның артында қанша әрине оңай емес жігіттерге. Көп жігіттер салыстырмалы түрде 30-ға келген жігіттер 50-ге келген сияқты шаршап қалған. Сабира ханым, өткенде Астанада мынадай сұрақ көтерді де, неге жастар бизнеске бармай қойды, жаңа кәсіп ашпай қойды деп. Біз содан кейін опрос жасадық Шымкентте. Енді олар ана Астанада подзаказ жұмыс істеген ғой, далбасалап, налоговый кодекс өзгергеннен кейін ашпай қойды деп. Біз шындығын сұрадық. Жастардан сұраймыз, неге сен бизнес ашқың келмейді депті? Жаңа бизнес ашқың келе ме? Иә дейді. Неге ашпайсың десе, бір адам налогты айтқан жоқ. Сонда бәрінің айтатыны рисктен қорқамын. Ертең банкрот болып қалсам қалай қыламын? Қалай орныма тұрамын дейді. Ондай болса сіздер қалай бастап кеттіңіздер? Неге қорқпадыңыздар? Біздің заманымыз сәл ертарақта болды ғой енді. Банкроттан сіздер қорқан жоқсыз ба? Енді банкрот бірнеше рет болды. Жоқ, банкрот деген нәрсе болған емес менде. Мен басында киім-кешек тасып сатылған, киім-кешекте банкрот болмайды ғой. Енді риск болмаған неге астат қалмай ма? Ол уақыттарда астат қалмайтын менің уақыттарымда. Ол 93-94 жылдар ондай магазинде ештеме жоқ кезі ғой. Шетелден тастық ол уақытта. Қай елден тастыңыз? Мен Москвадан, Польшадан. Польшаға да бардыңыз ба? Иә. Одан кейінгі жылдары Қытайға бардым. Қытайдан бірақ өнім тастым, алма. Мальвина деген джинсы, Шанель деген футболка келген екенсіз ба? Иә, келген. Не айтайын деп едім, ұмытып қалған бар. Иә, жаңағы жастар риск болмаса адам мақсатына жете алмайды ғой, ол адам бизнесмен бола алмайды ғой. Обязательно риск болу керек қой. Сол кезде ғана бар, ол бір нәрседен құлап бар, ол сондай нәрсеге жетеді ғой. Онсыз болмайды. Кәсіпкердің бала-шағасы кәсіпкер бола ма ары қарай? Кәсіпкердің бала-шағасы кәсіпкер болмады. Менің бала-шағам кәсіпкер болмады. Неге сіз анау жұмыстың ауырлығын бір болады сақтап қалайын дедіңіз бе? Жоқ, өйтпедім. Бәрі жоғары білімді, бәрі өздері кетті. Бәрі шетелде оқыды. Бәрі Астанада, Алматыда тұрады, жақсы қызметте барлығы, бала-шағам Құдайға шүкір. Бірақ біреуі базардың қай жақта екенін білмейді қазір. Ертең сіз шаршап қалсаңыз, кім алады орныңызды? Бала-шаға алады. Бала-шағаңыз істей алмайтын болса, ертең сатып жібереді ғой, не қылады бұны сақтап? Немерелер алады. Немерелеріңіз, балаңыз кәсіпкер ме, немереңіз кәсіпкер қалады? Святое место пусто не бывает. Соны айтып жатырмын ғой. Уайымдамаңыз. Соны айтып жатырмын. Сонша еңбек еттіңіз, ертең біреуге доставать етіп қалмай ма? Құдай сақтасын енді. Бұйырсын. Неге преемственность жоқ деймін де, бала-шағаларыңызға неге тапсырмайсыз? Тапсырамыз, неге тапсырмаймыз? Олар да істемей ма? Істейді ғой, енді бірақ пока олар қызметте болғасын үйренгісі келмейді да пока. Генералдың баласы генерал болып жатыр армияда. Полицияда генералдың баласы генерал болып жатыр. Неге бизнесте бизнесменнің баласы бизнесмен болмайды? Менің бала-шағам ондай болмады. Болмады ма? Болмады. Әркімде әртүрлі десеңіз. Әртүрлі. Бірақ енді жаман жұмысты деп айта алмаймын, бәрі Құдайға шүкір. Ақордада отыр біреуі. Қаяқтан білейін, базаркомның баласы бола ма деген ғой. Жоқ. Ондай емес. Ақша тауып бір байы да беру емес қой. Мына елге, жерге деген шаман қызметті ету керек қой.
сол мақсатта да ашқанбыз. Бір обязательно біреудің базарын тартып алды емес. Жақсылап байып алғанша бәрі жетіп айтады дейді ғой. Жоқ. Ондай емес пе? Құдайға шүкір ақшаның түрін көргенбіз. Бұл уақытқа дейін талай адамдар біледі жақсылығымызды. Бірақ халыққа да шамалы оң көз қарас болу керек та. Ол да себебі біздің қоғамның адамы ғой. Егер біз өйстіп әрқайсымыз өз қалтамызға сала берсек, қоғам дамымайды да біздің. Онда неге конкурентіңіз олай ойламайды? Енді ол кісіге мен жауап бере алмаймын. Жоқ, шын ғой, рас қой. Мен өзімнің әр адамның өмірлік қағидасы, принципі бөлектеу болады ғой. Рахмет. Соны дұрыс түсіну керек та. Рахмет. Қазір Құдайға шүкір Шымкенттен Қазақстан Республикасының құрылтайына өңкей әйел бизнесмендер кетіп бара жатыр. Еркектер жоқ бизнесмен ішінде. Байқадым, көріп отырмын. Еркектер чиновник, анау мынау, бірақ бизнесмен емес. Енді сондықтан Шымкентте бұл әйел адамға деген үлкен құрмет шығар. Не айтар едіңіз? Соның бірі көршіңіз Айжан. Иә, Айжан қайынсыңым. Жаныстың қызы, Жолан Жаныстың қызы білем. Иә, оған сәттілік тілеймін. Сәттілік тілеймін, жолы болсын деймін. Бұл жағынан дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс па? Иә. Әйелдер барсын, Жоқ, әйелдер барсын емес қой енді. Әйелдер де болсын, азаматтар да болсын. Енді қалай айтсам болады оны? Әйелдер еркек құсап заң қабылдасын, еркектер әйелдер құсап айсып жүре берсін бе? Жоқ, екеуі тең-бетең болсын. Сөйтпесе бақытжан құтылмайды екен. Рахмет. Осымен аяқтай берсем бола ма? Болады. Енді тағы да маңыздысы, жаңа Ғабит айтып жатыр, елім, жұртым, халқым дейтін уақытқа келгеннен кейін осылай аштық деп отырмын ғой. Ол жаңа өз қалтасын ойламау керек деп. Мен сол өзімнің халқым осы базардан шыққаннан кейін әбір жемесін осындай бір деп, мысалы мен басқа нәрсе ашсам да болар еді. Мысалы мен ол базарда көріп отырмын қазір. Мен мысалы бір не ашсаңыз да болады екен. мен ол базарда мысалы ұрысып или басқа алып кеткен жоқпын. Мен именно соны армандап жүрдім. Мына Карл Маркстың ойға барғасын бір күшті болып кетеміз деп ойладық. Бір төбесі жабық ондай болған жоқ қой. Тура сол ол жерде бір артықшылық тастың үстінде тұрдық, асфальт мынандай болды. А бізде мына наливной пол, между прочим. Наливной байқап тұрсыз ба? Көрдім. Сондықтан сол мақсатта жаңа жасалынған ғой енді. Енді именно келіп ол конкурент деген жоқ, халық өзі шешу керек қой негізі арасында да. Бірақ ықпал болмау керек та. Халыққа қысым көрсету деген мен лично өзім де барып айтқам ол балаға. Сенде ғана болу керек пе базар, халықты қысымға жасама деп барып айқайлап кеткем. Сол кезде маған қарсы шығып жаман сөз айтқан кездері де болған. Ол менде записьте тұр. Если керек болатын болса, әлі уақыт көрсетер. Мен ондайға бармаймын дегенмен, бірақ сондай да, бірақ оданша қолдау білдіру керек. Жоғары жақтан да қолдау білдір деп айтқан болу керек оған, бірақ енді білмеймін ғой. Өзі білер. Жақсылық болсын. Амандық болсын, еліміз өсіп өркендей берсін. Рахмет Бақытжан. Рахмет. Мінекей осылай, енді сізге рахмет, Сабира ханым, что Шымкент деген бұл жабайы базар емес, Шымкент деген осындай заманауи базар болып атқанына дән ризамын. Барлығымыздың ойлағанымыз да осы еді негізінде. Базарға адам құсап келіп, адам құсап, терлеп, сасып, қысымай, бір-бірімен таласпай, айқай-шуда жүрмей-ақ кететіндей. Еліміз өркендеп өсе берсін енді, не дейміз басқа. Бірақ кәсіпкерлікке жаңағы тек қана мен байым, басқалар байымасын деген әрекет жасап атқандардың бәрін жолын кесу керек болады. Оларға сайрандатып қоя берсек кете береді ары қарай. Одан кейін мынау Әділет партиясының басшысы Мұрат Мырзаға да айтам, әділетке әділетсіздерді жинамаңыздар жаныңыздан. Әділетсізді анау мынау деп қинамаңыздар, байымаңыздар, халыққа қызмет қыла беріңіздер.